Ал енді келесі сұрағымыз, бұл жол көлік оқиғасынан кейін не істеу керек? ДТП болған кезде не істеу керек? Жол оқиғасы болған кезде ең бірінші машинаны тоқтау керек, ключи зажиганияны алып тастау керек, және де авариялық белгіні қою керек, себебі басқа жүргізушілерге зардап шекпеу үшін. Және де жарақат алған адам болса, жедел жәрдем және де полиция шақыру керек. Содан кейін жол оқиғасы болған жерде фотоға, видеоға түсіру керек, себебі ол фото видеосыз сіз сақтандыру компанияның выплат ала алмайсыз. Және де немесе шығын, манағы жол оқиғасында шығыны ондай қатты көп болмаса, жай ДТП болса, ол кезде Европротокол арқылы да манағы выплатаны алуға болады. Европротокол бұл біздің телефонда приложение арқылы істеуге болады. Ол кезде сақтандыру компания мен полиция шақырмауға болады. Ал мысал ретінде бұл зақым кішкентай болса, бәрібір төлене бере ма? Страхование бойынша. Мысалға 100 мың болса, 150 мың болса, или бір какой-то үлкен бір суммадан асу керек пе деген секілді. Бір өзінің гарантиясы бар ма? Негізі лимиті бар. ОГП ВТС-пен хабарлассаңыз, обязательно страховкамен. Ол кезде 2240 МРП төленеді. 2400 МРП. Ал Европротоколмен арқылы манағы жай ДТП, кішігірім ДТП болған кезде, ол кезде манағы полициясыз рәсімдеуге болады, ол кезде 100 МРП-ға дейін төлейді. Ал каска болған кезде, каска ол уже машинаның толық манағы рыночная стоимостьқа байланысты болады. Ол кезде енді франшиза деген болады, енді қандай каска алып оған байланысты болады да, қандай процентпен алып деген сияқты.